Менің атым Жансая Бек, 30 жастамын. Қазақстаннан Сакарияға докторантура оқу үшін келдім. Қазір соңғы курс, 4-ші курстамын. Қазақстанда Еуразия ұлттық университетінің түлегімін. Магистратура мен бакалавриат Қазақстанда оқыдым. Қазір Турцияда Түркия бурслары, яғни Түркияның стипендиялар программасы арқылы докторантураға түстім 2015-те. Қазір Турцияда 5 жыл өмір сүріп жатырмын. Не үшін Турция? Жалпы менің ойымда Турция болмаған оқуға түсу үшін. Әрқашан Европа, Лондонды ойлайтын, бірақ кейін 2014-те магистратура, білесіздер, Қазақстанда магистратурада шетелдік тәжірибе, ол міндетті. Сол үшін мен Қазақстанда стаж жасау үшін Турцияға, Стамбулға 2014 жылы келдім. Бірінші рет, алғаш рет. Менің Стамбулда достарым өте көп еді, осы Түркия бурсларымен программа бойынша оқуға келген. Сосын сол достарыммен хабарласып, осында стажировкаға келдім 2 аптаға. Сол кезде біз Стамбул университетіне, сосын Мимар Синан университетіне және Мармара университеттеріне бардық стажировка үшін. Сол кезде университеттегі мұғалімдердің маған деген қарым-қатынасын көру арқылы мен ол университеттерді жақсы көріп қалдым. Өйткені біздің Қазақстанда біраз, мысалға, профессор, атағы бар адамдармен ара қатынас құру, жалпы контактқа шығу өте қиын. Мысалға, мен даже стажировка іздеген кезде бөле кез келген университетке, мысалға, мен бір деканға жаздым, 2 деканға жаздым, екеуі де түрік еді. Біреуі Мимар Синан университетінде тарих факультетінің деканы еді, сосын біреуі Стамбул университетінде илетишим факультетінің деканы еді. Мысалға, ол кісілер мені танымайды, менің кім екенін білмейді, қайдан шықтым екенін білмейді. Бірақ соған қарамай мен оларға жаздым. Мен осындай, осы университеттің Қазақстанда білім алып жатқан магистрантымын. Сіздерге 2 аптаға осындай стажировкаға келгім келеді деп жазған кезімде, олар маған, сіздер сенесіздер ме білмеймін, Қазақстан үшін бұл фантастика шығар, бірақ маған бір 10-15 минуттың ішінде маған жауап келді олардан. Я қуаныштымын, осындай уақытта келулеріңізге болады, маған тек қана келетін адамдардың тізімін және келетін тарихты жазыңыз, қай күннің арасында боласыз деп жазды. Мен сол кезде таңғалдым. Олардың бір студентке деген қарым-қатынасына таңғалдым. Оларға жаздым, сол арқылы келдік Стамбулға. 2 апта қалған кезде мен кез келген танысқым келген, тәжірибе алмасқым келген адамдарға жазған кезде олар маған бірден жауап беріп жатты. Келіңіз деп, және барған кезде енді ол жерде қарым-қатынас өте күшті еді. Былай біз бардық, мысалға Стамбул университетіне бардық. Енді Стамбул университеті Түркиядағы ең үлкен мықты университеттердің және тарихи университеттердің біреуі, өте маңызды университеттердің біреуі. Және егер мысалға мен білмеймін, Казгуға немесе ЕНУда осылай біз мұғалімдерге сөйтіп жазған кезде қарым-қатынас сәл осылай болатын деді. Білмеймін ол жағын, бірақ біз бардық, мысалға, 1 адам емес, 15 адам барып тұрмыз алдына. Олар бізді күтіп алды, ресторандарына апарды, жаңағыдай университетін бірінші таныстырды, студенттермен таныстырды. Осылай бізден үйренуге келіпті, біз бауырымыз, бір-бірлеріміз қолдауымыз керек деп, осылай бізге жасаған қарым-қатынасын көргенде мен осы университетте оқығым келеді деген шешім қабылдадым. Және ол Түркия бурсларының несіне тапсырдым, түсіп кеттім осылай. Және ол Турцияда оқуға ақша керек, немесе жалпы шетелде оқу үшін таныс керек, ақша керек дегенге сенбеңіздер. Егер адам шынымен де іздесе, кез келген нәрсеге қол жеткізу мүмкін. Өйткені дәл өзім, мен мысалға, мен өзімнің жағдайымды айтатын болсам, мені өйтіп көтеретін ешқандай таныс та жоқ, ақша да жоқ. Өйткені мен мамам 3 баланы жалғыз өзі өсірді. Мен осылай әртүрлі программаларды іздеу арқылы соларға запрос жіберу арқылы мен өзім келдім осы жерге дейін. Және қазір 5 жыл оқып жатырмын. Барлығы, мысалға, үйден ақша келмейді. Ол, мысалға, әке-шеше маған ақша жібере алмай қалуы мүмкін, немесе менің жаңағы шығындарымды көтере алмай мүмкін деп ойласаңыздар, ондайға ешқандай күмәніңіз болмасын. Мысалға, 5 жыл болды, стипендиямен өмір сүріп жатырмын. Егер сабағыңызды оқысаңыз, әрқашан стипендияңыз түсіп тұрады. Даже, мысалға, стипендиясы болмаған күннің өзінде осында жұмыс істеп, қосымша жұмыс істеп, және сол ақшаны шығаруға мүмкіндік бар. Яғни өзің жүріп тұруыңа, оқуының ақшасына, жататын жеріңе ақша табуға болады. Барлығы адамның өзінің қолында. Тек қана өзіне сенсе,
окууга түсүүгө болот және билим алууга болот. Эң басты және Түркияны таңдаудың бір себебі былай салыстырмалы түрге қарағанда біздің Қазақстаннан білім дәрежесі өте жоғары, сапасы өте жоғары. Мұғалімдердің өздері, мысалға мен айтатын болсам, Қазақстанда философия деген сабақтан мүлдем түсінбейтін, және не үшін керек бұл сабақ деп ойлайтын. Бірақ мысалға докторантураға келгенде бірінші жыл сабаққа барған кезде ағайлар сенің басыңды былай ашып, ішіне бәр нәрсені құйып, қайт жоқ қойған сияқты сезім қалдырады да, өте сондай жұмсақ тілмен бә, түсінікті тілмен түсіндіреді. Былай бүйтіп, және айтатын нәрсесі білімді сөйлеу үшін ол қаншалықты сөйлем қарапайым болса, соншалықты білімді дейді да, білім научный, ғылыми болады. И ағайлар солай түсіндіреді, соншалықты қарапайым тілмен түсіндіреді, бірақ ол ғылыми нәрсені түсіндіріп жатады, және сен өте оңай және жеңіл қабылдайсың оның барлығын, түсінесің. Ал бізде Қазақстанда жалпы меніңше тек қана Қазақстан емес, посткеңестік мемлекеттердің бәрінің проблемасы бұл жаңағыдай ғылыми қылып көрсету үшін беріп жатқан білімін ауыр тілмен түсіндіреді, ауыр сөздер, терминдерді қолданады. Бұл жақта да терминдер қолданылады, бірақ өте қарапайым тілмен қолданылады. Сондықтан білім деңгейі өте жоғары, оқыған адамға, іздеген адамға бәр нәрсе бар табылады. Енді қазір осы оқу қанша, мысалы, бакалавриат, магистратурада да Қазақстанда Евразийскийдің жатақханасында тұрдым. Қазір осында мен Турцияда үшінші жатақханада тұрып жатырмын. 5 жыл болды, 3 рет жатақхана ауыстырдым. Екеуі частный, жекеменшік бір вакфтардың, фондтардың жатақханасы болды. Біреуі қазіргі ең соңғы тұрып жатқан жатақханам, бұл мемлекеттік жатақхана. Білесіздер, Турцияда екі түрлі жатақханалар бар. Біреуі жекеменшік жатақханалар, оларды жаңа фондтар, әртүрлі ұйымдар ашады өздерінің ақшаларына, және сол ақшамен спонсировать етіп, сол жатақханалардың бүкіл шығындарын көтереді. Және екіншісі ол мемлекеттік жатақхана. Мемлекеттік жатақханада оларда да барлық жағдай жасалған. Мысалға, жекеменшік жатақханада сенің берген ақшаның ішіне 2 мезгіл тамақ кіруі мүмкін, кейбір жатақханаларда ол кірмеуі де мүмкін. Бірақ мемлекеттік жатақханада сенің бүкіл шығындарың және тамақтарың барлығы өздері олар көтереді. 2 мезгіл тамақ береді. Ол тамақтардың ішінде сіз не іздесеңіз бәрі бар. Тек қана бір түр тамақ шықпайды, неше түрлі тамақ шығады. Тазалықты өздері жасайды. Мысалы, жекеменшік жатақханалардың тазалықтары әртүрлі деңгейде болуы мүмкін. Сосын ол жақтағы персоналдың, ол жерде жұмыс істеп жатқан адамдардың қарым-қатынасы әртүрлі болуы мүмкін. Мемлекеттік жатақханалардың бір артықшылығы, ол жерде осы әкімшілік тарапынан курстар ашылады, барлығы тегін түрде, және ол жерде керек нәрселердің барлықтарын сол әкімшіліктің өзі алып саған береді. Сен тек қана сол курсқа қатыс, өзің біліміңді ал. Мысалға, тек қана бұл жерде Турцияға келіп, жай ғана өзіңнің мамандығың бойынша білім алу емес мақсат. Сен жан-жақты бір жеке тұлға ретінде жан-жақты дамуың үшін барлық жағдай жасалған. Ол деген сіз сурет салғыңыз келсе, өлең айтқыңыз келсе, би билегіңіз келсе, тамақ дейсіз бе, киім тігу, барлық курстар бар. Ол курстардың бәрін сіз ақысыз түрде қатыса аласыз. Спорт бар, мысалы, карате бар, ушу бар, оқ ату бар, барлығы, садақ ату бар. Ол даже мысалға инструменттерде де бар, мысалға сырнайда ойнау, пианино деген сияқты бүкіл курстар бар. Сіз олардың бәріне қатыса аласыз, ол білім алып, сертификат ала аласыз. Тіпті бұлар, мысалға, бұл мемлекеттік жатақханалар бүкіл Турция бойынша 81 облыстар бар. 81 облыстардың бәрінде қыздардың, жігіттердің жатақханалары бар. Бұл және жарыс ұйымдастырады. Егер сен сол жарыстарды ұтсаң, немесе бір белгілі бір орын алсаң, сені тегін қыдыртады бұлар. Мысалға, ең соңғы рет Балкандарға, Балкан мемлекеттеріне алып барып келеді. Оның бәрін бір апта, мысалға, сен ол жерде қыдырасың, сен бүкіл қыдыруың ұшақ билетіне дейін олар өздері сатып алады. Сенден ешқандай шығын шықпайды. Жай ғана сені бір мотивация жасау үшін, саған бір түрткі болу үшін сол нәрселердің бәрін ұйымдастырады. Және мысалға, мен ең соңғы қазір қатысып жүрген курстарым бірі, мысалы, НЛП, нейролингвистикалық программирование бар. Сол курсқа мысалы қатысып жүрмін. Ол жерде де мысалға сіз ойлауыңыз мүмкін, тегін курс болған үшін мысалға несі сапасы төмен шығарды. Жоқ, ең мықты мамандарды алып келеді бұлар көбінесе. Сол мамандық бойынша сол салада өзінің атын шығарған, белгілі бір дәрежеге жеткен адамдарды алып келеді. Солар арқылы, сол курстарға қатысу арқылы өзіңізді дамытып,
біліміңізді жетілдіре аласыз. Және Түркияның білім беру системасына келетін болсақ, Турцияның білім беру системасын өте қатты мен өз басым жақсы көрем, маған ұнайды. Өйткені бұл жерде мұғалімдер әділетті, әділетсіз деп, мысалға сенің көзің әдемі, сенің сөзің әдемі деп ешкім саған баға қойып білмейді. Бұлардың барлықтары сен егер оқып жатсаң, сен оқып жатқаныңды көрсе мұғалім, немесе сен даже сен бұл нәрсені тілдің жетіспеушілігінен, тілдің сәл аз білуіңіздің кесірінен мысалға қиналуыңыз мүмкін. Бірақ егер мұғалім сіздің тырысып жатқаныңызды, сол нәрсеге ынтымақтаныңызбен былай қатысып жатқаныңызды көрсе, мұғалімдер сіздер әрқашан қолдайды. Және олар көмектесуге тырысады. Қосымша мысалға сабақтар немесе қосымша бір тапсырмалар беру арқылы сізді, яғни маман ретінде шығаруға тырысады. Және білмеймін, мен мысалға осы жерде бір жылда алған білімім, мысалға өзім ішкі қанағаттану болады, ішкі запрос болады адамның әрқайсының, өзінің бір ішкі шкаласы бар. Қаншалықты бұл білім маған пайдалы болды, мен қаншалықты бұл білімді алған кезде қанағаттандым деген кезде, мен Қазақстанда мысалға 4 жыл бакалавр, 2 жыл магистратурада алмаған ол қанағаттандырушылық бөлі сезімді бір жылда алдым десем болады. Ол мұғалімдердің, меніңше, ол біліктілігінен де болуы мүмкін. Мен айтпаймын Қазақстан мұғалімдері, Қазақстандағы мұғалімдердің де өте жақсы мұғалімдер бар. Бірақ системадан, мысалға бұл жақта жүйе жұмыс істейді. Біз жақта мысалы кредитная система, кредиттік баллонский процесс дейміз. Бұл жақтағы баллонский процесс шынымен де біздегідей Қазақстандағыдай қағаз жүзінде емес, шынымен де іс жүзінде жүзеге асып жатқан. Сен өзің қалаған сабағыңды аласың, қалаған мұғаліміңді аласың, қалаған күнге жазыласың, және сол қалаған сабағыңды өзің қалап алған үшін сүйіп оқисың, және ол мамандықтан бір нәрсе аласың өзіңе. Қазақстандағыдай жай ғана птичка қойып өтіп кетпейсің. Сондықтан, егер мысалға магистратураға, докторантураға келем десеңіздер, келіңіздер, біздің университетке келіңіздер. Жалпы біздің университет болмаған күннің өзінде де Турцияға келіңіздер, өйткені бұл жерде кез келген жерде сапалы білім алуға болады.